Жаңғыруды адамдар үлкен өзгеріспен байланыстырады. Жаңа өмір, жаңа мүмкіндік, үлкен шешім. Шын мәнінде жаңғыру ол бір ғана қарапайым қадамнан басталады. Мен ұлтым болғанмен шетелде өмірге келдім. Қазақ тілінде білім алдым, өзге мемлекет. Бірақ үнемі арманым Қазақстанға келу болатын. Қазақтың жастандарын ерте жастан жаттап үйрендім. Елге барғанда сенен қонаққа деге қазақша ән айту керексің дейтін. Сонда мен ойлаймын, қазақша әнді тыңдағанды ұнатам, бірақ дауысым жоқ қой. Енді қайтер екем, уайымдайтынмын. Яғни Қазақстанға келгенде өмірді мүлдем басқаша елестеткен болатынмын. Мектеп бітірген соң Алматы қаласына келіп, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне заң факультетіне оқуға түстім. Алайда Алматы мен таңғалдырды. Қазақша ешкім сөйлемейді. Мен ауылда өскен қарапайым қазақ баласы мүлдем жаңа ортаға түстім. Әрине орысша білем, сауатым бар, бірақ маған Қазақстанға келгенде қазақ тілінде ғана сөйлейм деген миыма сіңіп қалған екен. Анау кәдімгі қонаққа дейін айтып, ән айтуға дайындалып жүрген қызбын ғой. Сонымен сол кезде ортаға қаншалықты мен аудиторияда сөйлеу кезінде мен өзімді сенімсіз, мен дұрыс айтып тұрмын ба, мына ортаға қаншалықты сай келіп тұрмын деген баламын ғой, сондай ой болды басында. Ал бірақ бейімделу керек екендігін түсіне бастадым. Алматыға келгенде заңгер болам, сот болам деп ойлайдым. 4-ші белсенді болдым университетте. 4-ші курсқа келгенде тұрмыс құрдым. Қарапайым ауыл тәрбиесімен өскен қыз бала үшін отбасы жауапкершілігі 1-ші орынға шықты. Сол сәтте ұстаздарым сенен мықты оқытушы болады. Оқытушы болып қалсаңшы деп ұсыныс жасады. Мен бастапқыда ойландым. Мен арманым оқытушы болу емес еді ғой деп. Қазір ойланып қарасам, сол шешімім ең жақсы шешімдерімнің бірі болыпты. Неге? Өйткені сол сәтте оқытушы болуды таңдамасам, бүгін мүмкін сіздердің алдыңызда осындай әдемі сахнада киелі Түркістанның төрінде сөз сөйлеп TEDx'та тұрмас па едім бәлкім, Негізі оқу барысында, оқу бітірген соң жұмыс істеу барысында, әрине 20 жылдан астам құқықтық білім беру жүйесінде университет қабырғасында еңбек еттім. Үнемі өзгерістер, үнемі жаңа бір шешімдер, жаңа ұсыныстар тұрды. Және менің өмірімде осы жерде өзім үшін менің өмірімдегі ең алғашқы ұстаз болған адам туралы айтқым келеді. Ол менің әкем. Әкем 1 жасында жетім қалған. Жалғыз анасымен өскен. Өмірде көп қиыншылық көрген. Алайда тек қана алға ұмтылған. Анасын бақытты етем деп өте еңбектенген, көп еңбектенген. Өсе келе әкем ел сыйлаған азамат болды. Абыройлы еді. Тіпті кез келген мемлекетте бар ең жоғарғы атақ халық қаһарманы, еңбек ері атанды. Алайда менің әкемнің атақ абыройы емес, маған ең басты менің есімде қалғаны, менің құрметтейтінім әкемнің бізге берген тәрбиесі. Сол әкемнің берген тәрбиесінің арқасында мен мынадай қағидалармен өстім. Білгеніңнен білмегенің көп дүние. Әрбір адал еңбек еткен адамның нәтижеге жетпей қалмайды. Осы өмірлік қағидаттар маған әртүрлі кезеңдерінде өмірімнің
күш берген, сенімділік берген. Және әкемнің 1 жасында жетім қалған баланың үлкен нәтижеге жетіп, мемлекет деңгейінде абыройлы азамат бола білсе, онда менікі жай ғана ұсақ-түйек қиыншылық қой деп ойлайтынмын. Осылайша 20 жыл мен ғылым білім саласында құқық мамандығымен байланысты қызмет атқардым. Алайда бір күні осылай сұрақ қойдым өзіме. Мен үйреніп қалған бір қолайлы ортада жүрім бе? Өмірімнің соңына дейін осылай жүре берем бе? Мен дамып жатырмын ба, немесе комфорт жайлы зонадан шыға алмай жүрмін бе деген. 2013 жылы мені жаңа университетке жұмысқа шақырды. Өңшең мықты заңгерлердің ортасында жұмыс атқарып, өзімнің қалыптасқан ортам бар, абыройым бар. Сонда ойладым, мен қаншалықты дайынмын ба? Бірақ сол ұсынысты тағы да қабыл алдым. Оңай болған жоқ. Жаңа орта, өзге адамдар, жаңа талаптар. Алайда осы шешімім мені одан әрі шыңдай түсті. Жаңа деңгейге көтерілуіме үлкен әсерін тигізді. Бұл жерде команда құру, адамдармен жұмыс атқару, өмірде болатын әртүрлі қиыншылықтарды қалай шешу, осындай керемет өмірлік тәжірибелерді, дағдыларды алдым. Енді келесі кезең менің өмірімдегі мүлдем құқықтық білімнен алшақ, білім саласы болса да мүлдем басқа кезеңге, басқа ортаға алып келді. 2021 жыл. Білесіздер, пандемиядан кейін елдің бәрі белгісіздік, тұрақсыздық, алаңдаушылық. Осындай кезде маған бір ұсыныс түсті. Әрине білім саласы, бірақ мүлдем басқа орта. Заңгерлерім жоқ, үйренген жанымда. Алматы емес. Бірақ мен оған тағы да келістім. Бұл жерде киелі Түркістанға келдім. Мен үшін мүлдем жаңа орта болды. Бірде бір танысым болған жоқ. Алайда осы өңірге келгенде мен өзіме тағы да бір вызов дейді, жаңағы ұсынысқа қабылдаған соң, соны қаншалықты орындай алам. Жаңа команда құрдық. Пандемиядан кейін адамдардың бәрінде бір алаңдаушылық болатын. Онлайн өмірден офлайн өмірге бейімдесе бастадық. Адамдардың сенімін иелену ең маңызды нәрсе екенін сол сәтте түсіндім. Яғни мен қалыпты ортадан келдім, мені ешкім танымайды ғой. Тіпті ата-аналар да өздерінің балаларын өңірге білім алуға жіберуге қорқатын. Соған қарамастан ұжыммен бірге жақсы нәтижелерге қол жеткізе алдық. Одан кейін тағы да бір кезең, дәл осы мысалға ұқсас, дәл қазіргі атқарып жүрген жұмысым. Ұлытау облысы, Ұлытау университеті. Бұл жерде команда құрудың, жаңа ортаға барып жаңа қадам жасаудың, шешім қабылдай білудің, және сол шешімнің артында тұрып табандылықпен әрекет етудің маңыздылығы одан да анық байқала бастады. Менің айтқым келгені, бізде әдетте былай деп ойлайды, 26 жылдан бері шәкірт тәрбиелеп жүрмін, ұстазбын. Сонда көбінше жастар ойлайды, менің танысым жоқ, менің тәжірибем жоқ, мені жұмысқа ешкім алмайды. Немесе менің замандастарым ойлайды, белгілі бір жасқа келгенде жұмыс орнын ауыстыру қиын, мен барып сіңісіп кете алам ба, мен қаншалықты қолымнан келеді, келмейді. Немесе әсіресе ірі мегаполистерден Алматы, Астана, Шымкент сияқты өңірлерге келіп еңбек етуге, тұрақты орнын қиып кетуге келіскісі келмейді. Ал бірақ, былай қарасаңыздар, өмір маған нені көрсетті. Ірі өзгерістер, жаңғырулар, ол міндетті түрде үлкен, ірі қалаларда болмайды екен. Кейде
шешім қабылдай алған және сол шешімнің артынан нықты табандылықпен әрекет ете білген қарапайым адамдардың қарапайым жаңа бір қадамынан бастау алады екен. Енді не айтқым келеді? Қанша жаста болсаңыз да, сіз өзіңізге ұнамайтын кәсіппен айналысып жүрген жандар бар. Немесе қазіргі заманды қараңыздар. Цифрландыру, жаңа технологиялар, жасанды интеллект. Ал бірақ біз сол өмірге, жаңалықтарға, технологиялық өзгерістерге бейімделе алсақ, соларды игерсек, білім алсақ, білгеніңнен білмегеніміз көп дедік қой, сол білімді алудан қорықпасақ, батылдық танытсақ, онда біз кез келген күрделі шешімдердің жауабын таба аламыз деп ойлаймын. Шешім өзіңнің өміріңді ғана емес, сонымен бірге айналаңдағы адамдардың да өміріне қандай да бір үлесіңді тигізу, жақсартуға. Мен сіздерге қазір бір сұрақ қойғым келеді. Сіз өміріңізді өзгерткен шешіміңіз болды ма? Дәл қазір сізді не алаңдатады? Бүгін немесе ертең қандай да бір өзіңіздің өміріңізді өзгертетін жаңа қадам жасап шешім қабылдауға дайынсыз ба? Рахмет.